Баршаңызға сәлем, қымбатты менің сүйікті оқырмандарым және арнамның қонақтары. Арнаға қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға сүйгенімді тастап сор болдым атты әңгіменің 3-ші бөлімін ұсынатын боламын. Әңгіменің басы өткен бөлімдерде. Сіздер менің отбасымды алдадыңыздар. Мұны әкем білсе не болатын білесіздер ме? Деп аласұрып ашулан айқайладым. Өзімді амалсыз, қамқоршысыз, ешбір жақын адамсыз қалғандай күй кештім. Қолымнан бар келетіні тек жылау. Екі көзімнен тоқтамастан жас ақып жатыр. Жан дүнием алай-түлей. Ішімде бір соғыс болып жатқандай, ішім өрт болып өртеніп жатқандай. Не болған мүлдем түсініксіз. Расымен, енді мен осы адаммен өмір сүремін бе? Жоқ, болмайды. Мен тұра алмаймын. Ата-енем үйдегілерге бұл жайлы тіс жарма деп жалынып, жалбарынып жатыр. Мен болсам тоқтамастан жылап отырмын. Ақыры бір шешімге келіп, мен бұл адаммен бір бөлмеде тұрмаймын. Күндіз келіндік қызметімді атқарамын, бірақ түнде есігімді құлыптап жатамын. Ол қайта жатса, онда жатсын. Олар менің сөзіме қатты қуанып мақұлдасты. Дәл осылай күндер жалғасты. Мұндағы күндер тура тозақтай болды. Құдай сақтасын, тозақты көріп келген жоқпын. Алайда мұндай қиындықты ешкімге тілемеймін. Тіпті дұшпаныма да. Түндерде тіпті тыныш ұйықтамайтынмын. Себебі Болат келіп есігімді қағып тұратын. Неше түрлі сөздер айтып, бірде тәубасына келіп, жаным, күнім деп кешірім сұрайды. Ал кейде боқтық сөздер айтып, арғы атама дейін жеткізіп тастайтын. Ұйқының тыныш болған күні жоқ. Оны алғашқы түннен бері жаныма жақындатқан емеспін. Түнгі ұйқым дұрыс болмаған соң, күндіз басым айналатынды шығарды. Қатты жүдеп кеттім. Әр жерім бір ауырып, жағдайымда болмай кетті. Ақыры болмаған соң енем ауруханаға барды. Сөйтсем ішімде әлгі жынданың баласы бар екен. Оны естігенде қатты көңіл күйім түсіп кетті. Мұндай адамнан бала көтеремін деп, 3 ұйықтасам түсіме кірмеген. Оны босансам, ертең ол қандай бала болады? Ол балада жынды болмасына кім кепіл? Тұқымдарында болсашы, енді не болатыны бір Аллаға аян. Мұндай жағдайларды басымнан өткеріп жүрсем де, Нұрболатқа хабарласып жүрдім. Оған әбден хабарласып, достарынан, туыстарынан ақыры жағдайды білдім. Маған хабарлама жазған уақытта, құрылыста жұмыс жасап жүрген, ол телефонымен бірге 5-ші этаждан құлап кетіпті. Ес-түссіз комада 4 ай бойы жатқан екен. Одан соң емделіп, қазір үйде дәрігердің қарауында жатқан көрінеді. Ол менің бар жағдайымды біледі. Түндерде оған телефон шалып сөйлесетін болдым. Жынды күйеуімнің түнімен айтатын сөздерін ол да естіп жататын. Мұндай жағдайды басымнан өткеріп жатқаныма қатты қапалы болды. Ол толық айықпаған. Сол себепті еш нәрсе жасай алмаймын. Кешір деп менен кешірім сұрады. Сол кезде мұндай жағдай болмағанда, мүмкін мына жындымен емес, Нұрболатым мен бір шаңырақ астында жүрер едім. Өмірдің осындай сынақтары адамды жүдетіп жібереді. Нұрболат тіпті менің аяғымның ауыр екенін де біледі. Тағдырдың жазуы ғой, деп екеуміз де күрсініп қоямыз. 9 ай 10 күн дегенде дүниеге ұл бала алып келдім. Бауыр етім баламды көріп, жабырқаған көңілім оттай басылды. Ана болу деген ерекше сезім екен. Тұла бойым тұңғышым, жүрегімнің жарасын емдеп жазар ма екенсің, балапаным менің. Ауруханадан шығып, әрі қарай бір түрлі өміріме аяқ баса бердім. Күндер зулап, айлар сырғып, жылдар өтіп жатты. Балам 2 жастан асты. Өмірдің қыстау кезеңнен өтіп жатқаныма
әлі де сене алар емеспін. Баламның асыр салып ойнап күліп, жүргеніне қуанып, барлық қайғыны көрмегендей сезініп жүрдім. Алайда әлгі Болатты көргенде жүрегім шаншып, езіліп қоя береді. Ол мені көрсе жын көргендей маған қарай ұмтыла береді. Бағыма қарай ата-енем жақсы. Оған мені барынша жолаттырмай жүрді. Бір жаманы сырттағы сөз. Ол сөздерден ешқайда қашып құтыла алмаймыз. Жұмысыма барып келіп, бір күні кешкі ас дайындауға кірістім. Атам мен енем бұл жолы үйде жоқ. Шұғыл бір жағдай болғандықтан туысымыздың үйіне кеткен. Самат пен абысын мен келе сала бөлек шығып кеткен. Үйде балам екеуміз ғана. Болат кірмесін деп есікті құлыптап, ас бөлмеде шай ішіп отырмыз. Бір уақытта есік қатты соғылды. Өзінің жатын бөлмесінен де шығып, ас бөлмесіне келіп, есікті ұрып тұр. Балам айғайлап, жылай бастады. Мен болсам не істерімді білмей қорқып тұрмын. Есікті сындырды да дереу маған қарай жүгіре жөнелді. Баламды үстелдің астына жасырып, өзім үстелді айнала Болаттан қашып жүрмін. Не дегенмен ер адам ұстап алып, шашымнан сүйреп, жатын бөлмесіне алып барды. Жасарын жасап алды да әбден соққыға шығып, басымды парабойға ұрды. Одан соң есімді білмеймін. Есімді жисам ауруханадамын. Балам мен ата-енем қасымда отыр. Жанымызда полиция. Не болғанын айтып бердім. Бірақ полиция адамдарды псих деген қағазын көріп, оған еш шара қолдана алмайтындарын айтты. Маған өзіңнен көр, психқа байға тиген дегендей кейіп танытып, сыртымнан күліп кетті. Сол уақытта өмірден қатты түңілдім. Ауруханадан шыға сала үйге барып, мені бөлек пәтерге орналастырыңыздар дедім. Алайда ата-енем оған келіспеді. Бар айтатындары, немеремізді сағынамыз. Күндердің күнінде сол оқиғадан соң тағы да аяғымның ауырлағанын білдім. Бұлай қашанға дейін жалғаса беретінін бірақ білмедім. Бірте-бірте Нұрболаттың денсаулығы орнына келе бастаған екен. Оған қатты қуандым. Бірақ бір жағдай көңілімді түсірді. Күндегідей үйде жүрдім. Баламды балабақшаға апарып алып келіп, ал жұмыстан шығып кеттім. Өйткені мұндай жағдайда әрең жұмыс жасап жүрдім. Енді миымды шаршатқым келмейді. Тек баламды ойлаумен болдым. Бәріміз түскі ас ішіп отырдық. Атам Болатқа өзі жеке барып тамағын беріп келетін. Болат қыз баласын көрсе, жалпы әйел адам көрсе болды, өзін ұстай алмайтын халге жеткен. Тіпті үйден қашып, қыз қырқын іздеп кетеді. Бір қыздың обалына қалмасын деп, кейде оны арқандап тастаймыз. Балама тамақ беріп отырған мен ойымда ештеңе жоқ. Енеме шай құйып отырдым. Кенет атам айқайлап, Болат қашып бара жатыр, тығылыңдар деді. Одан тіпті баламда қорқып қалған. Енемнің жанына баламды қосып, басқа бөлмеге кіргізіп, ал өзім далаға қашпақшы болдым. Бірақ мені ұстап алды да әбден ұрды. Тіпті тепкіледі. Сол жағдайдан соң ішімдегі баламнан айырып қалдым. Атам Болатты қанша ажыратқысы келгенімен ол тоқтамады. Сол жағдайдан соң Болатты психбольницаға жатқызып қойды. Ал мен балам екеуміз болашағымыз жарқын болуы үшін үйден кетіп қалдым. Пәтер тапқанша төркінде біраз жаттым. Нұрболатпен де әркез хабарласып жүрдім. Алаңсыз баламмен сыртта ойнап жүрміз. Ал анам мен әкем үй жанындағы шағын егістіктегі қызанақтарын теріп жатыр. Үйге бір көлік келді. Сыртқы дарбазаны ашты. Қарап отырмын. Жүрегім бір түрлі болып тұр. Қарасам, алдымда Нұрболат тұр. Сөйтсем, бұйырмасын. Иә, ата-анама жақын келіп. Иә, балам, кім керек еді? Сәлеметсіздер ме? Мен қыздарыңыздың қолын сұрауға келдім. Ата-анам аң-таң. Айналайын, сенің де бір кемістігің болып жүрмесін.
кете ғой деді анам. Мен болсам қуанғаннан, папа, мама, бұл жігітпен мен мектеп кезінен бірге жүргенмін. Әлі де сөйлесіп тұрамыз. Ол мені күтті. Біз бір-бірімізді жақсы көреміз. Басында таңырқап, бөрі түрлі болып тұрған анам кейін келісімдерін берді. Көп ұзамай ақ келін атандым. Нұрболаттың үй іші мені бұрыннан таниды. Өте жақсы кісілер. Балам мені қабылдады. Қатты қуаныштымын. Бақыт дегенді енді сезініп жатырмын. Алла қаласа болашағымыз әлі алда деген сенімім мол. Міне құрметті менің сүйікті оқырмандарым, 3 бөлімнен тұратын әңгімемді мен бүгін осылайша тәмамдадым. Егер әңгіме ұнаса, алған әсерлеріңізді пікір бөліміне қалдыра кетсеңіздер деген өтінішім бар. Арнаны жоғалтып алмау үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны қарайтып, се деген батырмасын басып қойсаңыз, менің күнбегін оқитын осындай әсерлі әңгімелерімді жіберіп алмай тыңдап отырасыз дегім келеді. Келесі кездескенше қымбатты менің оқырмандарым, мен сіздерді өзімнің арнамда күтетін боламын.